шоколад пен маршмеллоудан десерт жасаймыз. Қызық болып тұр. Өзіме де. Шоколадты противенге саламыз, түбіне жайып саламыз. Қандай дәмді. Шоколад үстінен маршмеллоуды тізіп саламыз. Бір-біріне жақын, тығыз етіп саламыз. Достар, енді осы күйінде қызған духовкаға 5 минутқа салып аламыз. Десертіміз дайын болды, достар. Десертті крекер печеньемен жейді. Крекер тұздалған болса әдемі болады дейді. Өзім жеп көрмедім, бірінші рет жеп көрем. Достар, маған тіркеліп алыңыз. Мені қолдап, видеоға лайк басып, комментарийге келесі қандай тағам жасаймыз жазып қойыңыз. Қараңызшы, қандай әдемі созылған. Енді дәмін көрейік. Ас болсын. Маған. Тым қиналмай жасайсыз ғой мынаны. Шоколад дәмі супер екен. Саусақтарымды жеп қоймасам болар. Бұны кез келген адам жасай алады. Үй жағдайында жасай бересіз. Келесі жасағанға дейін армандап кететін шығармын.